Сонымен достар, қазақтың қонақ жайлылығымен қазір қолымызға бауырсағымызды алдық. Түркістанға, әуежайға келдік. Бүгіннен бастап бізге әр елдің палуандары келеді. 7 мемлекет осы 29 қазан Олимпик сарайында болатын қазақ күресінен бақ сынасатын болады. Қазір енді біз әуежайға келдік. Түркия мемлекетінің палуандары осы жерден күтіп аламыз қонақ жайлылықпен. Енді олардың 90 келі жоғары салмақта түйе палуаны Гүнер деген мықтысы бар, сол мықтыға сенеді. Қонақтарымызды күтуге барынша дайынбыз. Сіздер дайын болсаңыздар, 29 қазан күні Олимпик сарайына келіңіздер. Ал біз қонақтарымызды осылай жайғастырып, ертең сіздерге толық дайындаймыз. Сонымен құрметті достар, бірер сәттен кейін қазір біз халықаралық рейстердің ұшып келу залынан қонақтарымызды күтеміз. Қазір енді жүрек дүрсілдеп тұр. Қонақтарымыз енді алғашқы қонақтарымыз ғой тойға келе жатқан. Біз шашуымызды дайындап осында тұрмыз. Қашан шығады деп. Бұйырса, сәл ғана қалды, қонақтарымыз келе жатыр. Біздікі емес бұл. Палуанға ұқсамайды десең. Бұл түйе палуанға ұқсамайды. Түйе палуандар өзі белгілі, есікке сыймай бір қырындап шығып келе жатады енді. Екі жағына екі қасқырды іліп алып, палуандар шыққан кезде өзі белгілі, жүрістері бөлек болады ғой палуандар. Сонымен достар, тікелей Стамбулдан, Түркия елінен қазір қонақтарымыз келді. Қош келдіңіздер! Қош келдіңіздер! Қош көрдік! Қош келдіңіздер! Қош көрдік! Кім бар тағда? Ауысыңыздар! Неке біздің палуандарымыз келіп жатыр. Қазір енді қонақ жайлылығымызды көрсетіп, осы жерде күтіп жатырмыз. Бұл Түркия мемлекетінің палуандары, мықтылары осы жерде түйе палуан. Міне, қараңыздаршы, палуан деген осындай ғой. Ой, міне. Қараңыздаршы, алып қой. Енді жамбасқа салуда болмайтын шығар енді мықтылай. Қош келдіңіздер. Аха, қош көрдік. Қонақтардың барлығын sizleri kütüp жатырмız. İsmim Furkan. Ağır stette yarışacağım. Buradaki Kazak güreşine geldik Türk takımı olarak. İnşallah birinciliklerle ayrılacağız buradan. Bugün. Mutluyuz buraya. Güzel bir turnuvaya geldik. Kazakistan halkı da çok severiz. İnşallah güzel geçecek şurada önümüzdeki 5 gün. Sağ olun. Жүріңіз. Қазір енді палуандарды көріп тұрсыздар, қарасында енді ортасында кішкентай бала сияқты жүрмін бұларды. Добро пожаловать. Спасибо, спасибо. Мы вас очень ждали тут. Да, Вы наши первые гости. Да, первый пришел Казахстана. Все очень интересно. Мне команда очень сильна. Ну, я думал, мы чемпиона, но мы были купа, мы обратно все Турция. Ну, все, спасибо. Thank you, everything. Желаем вам удачи, вот смотрите, да? Сила, да, сила, да? Да, мы турецкая сила. Команда сильная. Ага. У вас тренер? Тренер здесь. Вот тренер. Antrenör, evet. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Сколько команд, сколько человек у вас участвует? Kaç kişi geldiniz? 9 kişi geldik toplam. 9. Everybody judo sportsman. Everybody have the Turkey championship. Everybody have the medalist for Turkish championship. Where is the big man? Big man have the 2 times Turkish champion. He is a great personal, great champion. And everybody have the international tournament have the medalist. Yeah, I think we are the power team. Wow, okay. And We are the favorite. and do you think you will be won in this championship? Yeah, we will think, we will see. Okay. And Because I am first time I will come and coach 2 times is coming this year. We will see how the tournaments, but I hope then we are the champion. We are come back and we have the cup. And let's talk a little bit about the rules, and because you know it's Kazakh kures is a little bit different than other sports. Yeah, Kazakh güreş say a little bit like the judo Yes. and kimono and short, but we will try. And again, I say first time I will see, and then I am referee. I am learning these sports. We will see everything. And you know some Kazakh words in Kazakh kures, for example, basta, tokta, something like that. No, the same the kurash.
topta, çağla, at the same the point. And just all sportsmen know about that. Wow, great. Okay. Thank you. Дайындық мықты дейді. Біз барынша осы жаққа тек қана жеңіс үшін келдік деп жатыр енді. Түсінбесек те солайды түйіп тұрмыз енді. Қазір екі ортада микрофон петличка ұстап тұрғанымыз болмаса. Енді қарап тұрсақ, настройлар мықты. Сонымен достар, қазір енді Түркия мемлекетінің барынша енді қазақ күресіне намысын қорғауға келген палуандар таныстырып шығамыз. 55 килограмм салмақта бізде Елмаз деген палуанымыз. Batman Yılmaz. Елмаз. Одан кейін бар Демет. Шамил Демет. Evet. 60 килограмм салмақта. Көрдіңіздер ғой. Асықпай біздің бауырсақты жеп. 60. Coşkun. Coşkun bizde 66 kilogram salmakta. Evet, 66 kilogram. Dain. Dain. Dain mı deydi kız? Dain. Furkan Cinci degen bizde 74 kilogram salmakta. Hocam hazır. Daim hazırız. Takım olarak hazırız. Napordu gördünüzler ғой ya. Gördünüzler ғой, alam деп тұр ғой. Енді абай болыңыздар басқалары. Tuncer. Ata Tuncer. Tuncer 82 kilogramda. Evet doğrudur. Evet, 82 kilo. Hazırız. Her zaman hazırız. Көп сөйлемеймін, ертең көрсетемін деп тұр ғой. 90 kilo. О, қылыш. I am ready for fight. Артық сөздің керегі емес деді ғой. Мына бала билеп жүр балам дейді ғой ертең. Гүнар, Түріктің түйе палуаны ғой, қарасай, Көкеу. Adım Furkan. Kazakistan'da Turan Barsı'nda dövüşmeye her zaman hazırız. Türkiye'nin takımı buradadır. Түрік пен қазақ бауыр деп тұр ғой. Ал мықтыны ертең Туран Барысынан анықтаймыз дейді. Сіздерге сәттілік. Рахмет. Аха. Rahmet.